Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, құрметті көрермендер. Бүгін мынандай сұрақ қарастырайық. Болжам және болжамның дұрыс па, дұрыс емес пе екендігін дәлелдеу. Мұнда бізге көбінесе математикалық индукция деген әдіс қолданылады. Мысалы, тақ сандардың қосындысын қарап көрейік. Мысалы, 1 қосылған 3, 1-дің квадраты, 1 қосылған 3 бұл 4, бұл 2-ның квадраты. 1 қосылған 3 қосылған 5 бұл 8, 9, 9 бұл 3-дің квадраты. Сол сияқты 1 қосылған 3 қосылған 5 қосылған 7 десек, бұл 16, бұл 4-дің квадраты. 1 қосылған 3 қосылған 5 қосылған 7 қосылған 9 десек, бұл 25, бұл 5-дің квадраты. Енді осылай жалғастыра беретін болсақ, бұдан нені байқадық? Яғни 1 қосылған 3 қосылған 5 қосылған 7 сол сияқты 2n минус 1-дің қосындысы n квадратты береді дегенді байқап тұрмыз. Бірақ бұл біздің болжамымыз. Болжам. Осындай формула, бірінші формула депті, дұрыс па деген сұрақ туындайды. Енді тексеріп көрсеңіздер, мысалы n-нің орнына 1 берген кезде 1 шығады, 2 берген кезде 1 қосылған 3 шығады, 4 2-ның квадраты. Бұл жерде 3 берген кезде 3-ші қатар шығады. Яғни мына бірінші формуланың дұрыс па екендігін деген сұрақ қарастыруымыз керек. Міне осы кезде математикалық индукция әдісі бізге көмекке келеді. Математикалық индукция әдісіне тоқталайық. Бұл әдіс екі қадамнан тұрады. Бірінші қадамда n тең 1 үшін мына болжамның дұрыс екендігін тексеру керек. Тексеру қадамы. Яғни формулаға апарып қоятын болса, бұл 2n минус 1, бұл 1, 1-дің квадраты 1. Яғни бірінші қадам дұрыс. Екінші қадам. Егер n тең k үшін біздің болжамымыз бірінші формула дұрыстығынан, немесе дұрыс деп болжаудан деген сөз, n тең k плюс 1 үшін де бірінші формула, бірінші болжамымыз дұрыс болса, онда мына бірінші формула барлық 10 бүтін сандар үшін, барлық натурал сандар үшін дұрыс деген шешім шығады. Енді осы екінші қадамды тексеріп көрейік. Мына бірінші формуламыз 1 қосылған 2 қосылған 1 қосылған 3 қосылған 5 сол сияқты 2k минус 1 тең k квадрат үшін екінші формула дұрыс болсын деп ұйғарамыз. Және енді n-нің орнына k плюс 1-ді қойған кезде бұның k плюс 1 квадрат шығатындығын көрсетуіміз керек. Жақсы, көрейік. Яғни мынау n тең k үшін болды. Енді n тең k плюс 1 үшін біз тексереміз. Тексеру. 1 қосылған 3 қосылған 5 сол сияқты k қадамда 2k минус 1 болады. Және k плюс 1 қадамда неше болады? 2k плюс 1 минус 1 тең k плюс 1-дің квадраты. Міне мына үшінші формуланы біз дұрыс екендігін көрсетуіміз керек. Енді көрсетіп көрейік. Қараңыздар, мына 1 плюс 3 қосылған 5 2k минус 1-ге дейін бұл бізде екінші формула бойынша нешеге тең? К квадратқа тең. Сонда мына формуламыз үшінші формуланың сол жағы неше болып тұр? К квадрат қосылған 2k плюс 2
минус 4. Мына екеуі бірді береді. Сонда бізде бұл k квадрат қосылған 2k плюс 4. Бұл қысқаша көбейту формуласы k плюс 1-дің квадраты. Яғни үшінші формула дұрыс екен. Ендеше бұл мына біз ұсынған бірінші формуланың, яғни болжамның дұрыс екендігін білдіреді. Енді келесі видеода біз осы математикалық индукция принципінің өзін дәлелдейтін боламыз.